Қайырлы күн достар. Іскер азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жалпыға бірдей декларацияны не үшін тапсыру керек екендігін түсіндіретін боламын. Және оны қалай тапсыру керек, қате толтырылған декларацияны қалай кері қайтару керек деген сияқты, немесе қалай қосымша декларация тапсыру керек сияқты жақсы сұрақтарға кеңінен тоқталатын боламын. Бұған дейін мен сіздерге өз YouTube каналымда жалпыға бірдей декларацияны қалай сотканың көмегімен салық азаматқа тіркеліп, сол арқылы қалай тапсыруға болатындығын көрсеткен болатынмын. Сондай-ақ мұғалімдер мен дәрігерлер тапсыратын декларация 253 форманы егов арқылы қалай тапсыру керек екендігін көрсеткен болатынмын. Және де қате толтырған декларацияны қалай кері қайтарып алуға болатындығы туралы жақсы біршама видеолар салған болатынмын. Осы видеоларды көп адамдар түсінбей жатыр екен. Декларацияны не үшін тапсырамыз, және бұл декларацияны тапсыру аралығы қандай, қашанға дейін тапсыру керек, немесе декларацияны қалай тапсыруға болады деген сияқты біршама сұрақтар қойған екен. Бүгін мен сіздерге өз YouTube каналымда осы сұрақтарға толық әрі нақты жауап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде іскер азамат YouTube каналына тіркеліп, лайк басып және қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Жаңа шыққан видеолардың ең алғашқылардың бірі болып сіз көретін боласыз. Қазақ тілді каналдың дамуына өз септігіңізді тигізгеніңізге рахмет. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен декларация не үшін қажет деген сұраққа тоқталатын болса, мемлекет оның көмегімен сыбайлас жемқорлықпен күреседі және оның алдын алуға тырысады. Мысалы үшін, қарапайым орташа жалақы алып жүрген шенеунік бірден қымбат көлік пен үй-жай немесе бағалы заттар сатып алатын болса, әрине ол адал жолмен алғандағы күмән келтіреді. Сондықтан да мемлекет жалпыға бірдей декларация енгізу арқылы осындай заңсыздықтардың алдын алуды жоспарлап отыр. Жалпыға бірдей декларация құжаты 2022 жылдың 15 сәуірінде енгізілді, дегенмен декларациялау 2023 жылдың қаңтар айынан басталады. Жалпы 2023 жылы жалпыға бірдей декларацияны кімдер тапсырады деген сұраққа келетін болсақ, квази-мемлекеттік және мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары мен мұғалімдер мен дәрігерлер 2023 жылы тапсырады. 2024 жылы кәсіпкерлер тапсырады. 2025 жылы барлық санаттағы азаматтар осы жалпыға бірдей декларацияға енгізіледі. Ал енді жалпыға бірдей декларацияны қалай тапсыруға болады деген сұраққа келетін болсақ, қағаз түрінде халыққа қызмет көрсету орталығына барып тапсырсаңыз болады, немесе кірістер органдарына тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша барып тапсырсаңыздар болады. Сондай-ақ егов арқылы онлайн тапсыруға болады және салық азамат арқылы сотканың көмегімен тапсыруға болады. Жалпыға бірдей декларация, егер сіз қағаз түрінде тапсыратын болсаңыз, 15 шілдеге дейін барып тапсырып үлгеруіңіз қажет. Сондай-ақ онлайн тапсыратын болсаңыз, 15 қыркүйекке дейін жалпыға бірдей декларацияны тапсыруыңыз қажет болады. Және де 2023 жылы мұғалімдер мен дәрігерлер осы декларацияны өздері үшін тапсырады, сондай-ақ ол жолдастары үшін тапсыратын болады. Декларацияны мұқият толтыру қажет. Декларацияда қандай мәліметтер көрсету керек деген сұраққа келетін болсақ, жалпыға бірдей декларация Қазақстанда тіркелген мүліктер мен активтерді көрсету қажет емес, олар онсыз да мемлекеттік органдардың базасында бар. Ал шет елде мүліктер болатын болса, қаражат болатын болса, олардың есебін көрсету міндетті. Және сондай-ақ 30 миллион теңгеге дейін теңгеңіз болатын болса, яғни 1000 МРП-ға дейін теңгелер үйде сақтайтын болсаңыз, оларды міндетті түрде көрсетуіңіз қажет болады. Қазір мен сіздерге қалай декларацияны салық азаметпен дұрыс толтыру керек екендігін көрсететін боламын. Маркеттен немесе App Store-дан өзіңіздің соткаңызға салық азамат деген қосымшасын жүктеп аласыз және оған өзіңіздің ЖСН-іңізді енгізу арқылы тіркелетін боласыздар. Егер сіздер қалай тіркелу керек екендігін білмейтін болсаңыздар, мен бұған дейін бұл видео қалай тіркелу керек екенін көрсеткен болатынмын. Осы видеодан қарап алсаңыздар болады. Сондай-ақ салық азаматта жіберген қателіктермен қалай жұмыс жасау керек, немесе қалай дұрыс толтыру керек екендігін мен сіздерге көрсететін боламын. Мұқият қараңыздар. Ең алдымен салық азаматқа кіреміз. Жоғарыда 3 сызық шығады. Осы 3 сызықтың үстінен басамыз. Декларация тапсыру. Өзіміздің енгізген құпия сөзімізді енгіземіз. Және декларация тапсыру деген батырманы басамыз.
Мұқият назар аударыңыз. 250-ші нысан 2023, яғни бастапқы декларация тапсыратын адамдар тапсырады. Яғни мұғалімдер мен дәрігерлер кез келген санатты бірінші рет декларация тапсырайын деп тұрсаңыз, 250-ші нысанды тапсырасыз. Яғни бұл бастапқы декларация деп аталады. 270-ші нысанды мемлекеттік қызметшілер мен және военный адамдар 270-ші нысанды тапсырады. Егер сіздер бұған дейін 270-ші нысанды тапсырып жүрген болсаңыздар, яғни военныйлер, мемлекеттік қызметшілер, олар 250-ші бастапқы декларацияны тапсыру қажет емес, өйткені сіз 270-ші декларацияны тапсырып жүрсіз. Мысал үшін 2023 жылы мұғалімдер мен дәрігерлер 250-ші нысанды декларацияны тапсырды, және олар 2024 жылдан бастап 270-ші нысанды декларацияны тапсырып отыратын болады. Сондықтан да осыған баса назар аударыңыздар. Кім бірінші рет тапсырайын деп жатыр, олар 250-ші нысанды тапсырады. Енді 250-ші нысанның үстінен басамыз. Осы жерде жылды таңдайсыз. 2023 жыл. Одан кейін декларация түрін таңдайсыз. Декларация түрі бастапқы декларация. Резидент мәртебесі, резидент. Одан кейін салық төлеушінің санаты. Лауазымды тұлғалар үшін А санатты декларация. Егер сіз қарапайым жұмысшы, мұғалім, дәрігер, тағы да басқа болатын болса, жалпы А санатына жатпайтын тұлға болатын болсаңыз, онда сіз Б санатын таңдауыңыз қажет. Яғни санаты Б болады. Одан кейін күні түрде шығып тұрады. Және өзіңізге тапсырасыз. Осы жерде ЖСНіңіз көрсетіліп тұрады. Мемлекеттік кірістер органдарының кодын енгізуіңіз қажет. Өзіңіздің тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша енгізетін боласыздар. Сондай-ақ телефон номеріңізді осы жерге енгізесіз. Өзіңіздің емейліңізді көрсетуіңіз қажет. Және мен осы декларациямен келтірілген мәліметтердің дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап беремін деген галочканы басып, жалғастыру батырмасын басасыз. Және айлықтық есептік көрсеткішінің 10.000 еселенген мөлшерінен аспайтын сомада қолма-қол ақша туралы мәліметті көрсету. 10.000 МРП бұл дегеніміз 30 миллион теңгеге дейін. Егер сіздің қолыңызда немесе машинаңыз, көлігіңіз, үйіңіз болатын болса, 30 миллион теңгеге дейін, онда сіз мынау жерде ақшалай түрде көрсетуіңіз қажет. Мемлекет 30 миллион теңгеге дейін үйде қаражат ұстауға мүмкіндік береді. 30 миллион асып кеткен жағдайда да оны үйде ұстауыңызға болады, бірақ бөліп банкте ұстауға ұсынады. Бірақ сіз үйде осыншама қаражат ұстап отыр екенсіз деп сізді ешкім тексермейді. Сондықтан да осы қаражатты көрсетуге ешқандай да қорықпаңыз. Неге екендігін 270-ші нысанда тапсырған кезде түсінікті болады. Мысал үшін алдағы уақытта сіз үй немесе көлік алатын болсаңыз, сіздің айлығыңыз осынша табыс арқылы сіз осы көлікті қалай сатып алдыңыз деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Сондықтан сол кезде сіз міне мен бастапқы декларацияда осынша ақшам бар деп көрсеткенмін деп айтасыз. Сондықтан да мен бұл ақшаны көрсетуден ешқандай да қорықпаңыздар. Осы жерде қосу деген батырманы басасыздағына мынау жерге бір 5 миллион немесе 30 миллион теңгеге дейінгі соманы көрсетіп қойсаңыздар болады. Және валютаны таңдайсыз. Валюта бұл бізде теңге деген тауып алып, осы жерде жалғастыру деген батырманы басуымыз қажет. Және 250-ші нысанды декларацияның ең маңыздысы, жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, бұл шет елде тіркелген жылжымайтын мүліктер туралы міндетті түрде осы жерде көрсетуіңіз қажет болады. Егер шет елде ешқандай да мүлкіңіз болмайтын болса, оларды көрсетудің қажеті жоқ. Және Қазақстанда мемлекеттік кірістер департаментінде сіздің базаңыз итак бар, сондықтан да Қазақстанда тіркелген мүліктерді де көрсетудің ешқандай қажеті жоқ. Осы жерлерді мұқият оқып, өзіңізде бар болатын болса, оларды толтырып шықсаңыздар болады. Жалғастыру деген батырманы басасыз, SMS көмегімен қол қою деген батырманы басасыздар. Және осы жерге SMS келеді, разрешить деген батырманы басу арқылы жіберу деген батырманы басып жібересіздер.
Декларацияны тапсырып болдыңыз. Енді сіз декларацияны дұрыс тапсырғаныңыз туралы мынау жерде 3 сызықтың үстінен басып, декларация тапсыру деген батырмаға қайтадан кіресіз. Беру тарихын қарауға болады. Осы жерде аралықты таңдайсыз. Мысал үшін 16 наурыз бен қандай да бір қаңтар аралығында таңдайық. Осы жерде қолдану деген батырманы басамыз. Міне мысал үшін декларация, міне бастапқы декларация қабылдану мәртебесі, нысанды ашу деген батырманы басу арқылы міне нысанды көрулеріңізге болады. Және осы нысанды жүктеп алып өздеріңізге сақтап қойсаңыздар болады. Мынау жоғарыда міне жүктеу батырмасы тұр. Немесе хабарламаны ашу. Міне осы хабарламаны сіздің мектебіңізде завучтарыңызға сұрауы мүмкін. Осы хабарламаны сұрап жатыр. Осыны қалай жүктеу керек деген қосымша сұрақтар келген екен. Ол үшін осы жаңа көрсеткенде хабарламаны ашу деген батырманы басамыз да, мынау жоғарыдағы жүктеу деген батырманы басамыз. Міне жүктелінді. Менің нем PDF форматта ашып, өзіңіздің WhatsApp-ыңызға жіберіп алсаңыздар болады. Форматта аштым. Енді осыны бөлісу деген батырманы басып, отправить копия дегенді басып, өзімнің WhatsApp-пен жібергім келетін адамға WhatsApp-ты басу арқылы жіберемін. Бастапқы декларацияда қате кеткен болатын болса, онда оны қалай дұрыстау керек деген сұрақ туындайды. Мысалы үшін соманы дұрыс көрсетпей қалдыңыз, немесе бір жерін дұрыс толтырмай қалдыңыз деп өзіңізге күмәнданатын болсаңыз, осы жерде қайтадан декларация тапсыру дегенді басасыз. Одан кейін барып өзіңіздің тапсыратын нысанды басасыз. Одан кейін барып осы жерде аралықтарды таңдайсыздағыны, мынау жерде декларацияның түрі деген жерде қосымша декларация. Егер осы 250 нысанда қандай да бір декларация тапсырып жатқан кезде қателіктер болатын болса, онда сіз қосымша декларация беру арқылы қателіктерді жоя аласыз. Ешқандай да декларацияны кері қайтарудың қажеті жоқ. Егер түсінікті болатын болса, осы қосымша деген декларацияны басу арқылы қате толтырған жеріңізді дұрыстасаңыздар болады. Яғни мынау жерде сен беру тарихы. Мысалы үшін мен сіздерге қазір көрсетейін. Өзімнің декларациямды мен 2 рет тапсырғанмын. Қосымша қабылданды. Міне қосымша декларация мен тапсырдым. Менде декларацияда қате болған соманы дұрыс көрсетпегендіктен 5 миллион теңге, 20 миллион теңгені мен көрсетейін дегенмін. 5 миллион көрсетіп қойыппын. Сонымен соны өзгерткенмін. Міне қабылданды деп тұр. Қабылдау мәртебесі қабылданды. Осы жерге баса назар аудару қажет. Хабарламаны ашу деген батырманы басу арқылы мынау жерде де мәртебені тексеруге болады. Яғни қабылданды деп тұрады. Яғни сіздің завучтарыңыз осы нені сұрауы мүмкін. Егер мұғалімдер болатын болса, дәрігерлер болатын болса да, ол оны сұрап жатыр. Міне осылай сіздер декларацияны тапсырсаңыздар болады. Азамат YouTube каналына тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Алдағы уақытта бұдан да жақсы видеолар болады. Және сіз сол видеоларды ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.